кешкі ақшам зікірінен кейін хабарды жерлейміз. Бір денелі, ерекше денелі, күші мықты бір ер кісі кетіп бара жатыр екен, бұлшық еттері үлкен. Сондай кетіп бара жатты, сыртқы киімін кимепті. Әрбір жүрген сайын ана денесінен күш сияқты болып, бұлай аспанға көтеріледі екен, бірақ ол ана қара түтін сияқты ма, сондай болып көтеріледі екен. Сөйтіп көтерілген сайын ол кісінің күші азайып, кәдімгі жай адам сияқты болып көрінді. Осындай көрініс болды. Ана дию дейді, жын дейді, сондай болады. Жалаңаш көрсетсе, сөйтіп қосылатын сол ана жынның бейнесі. Адамдықта ол киім болады. Адамды көрсетсе ол киім. Бас киімсіз көрсеткен өзінде мән бар. Онда мынау өлілермен байланыс көрсетеді. Мынау әлі тірілмеген әлі толық бас киімсіз көрсетеді. Айнұрым. 9 жыл, 9 тағылым, 9 сынақ, 9 жылдың торабы 9 ақ. 9 ақ деген сөз келді осындай. 9 ақ, иә. Аты 9 ақ. Тобықтай түйіні шешілер тағдырдың деген сөз келді. Сосын тар жол дегенше нәпсімен соғысып, ар жолын таңданым дегендер көбейсін деген үн келді. Жүсіп баласы Ағылматадан. Қайраттыны қырсық шалса, қайратсызды сын шалар деген сөз келді. Сосын теңіз астын көрсетті. Теңізге кіретін арнайы бір өзінің бір жері бар екен, бөлек теңіздің астында жұмақ бар екен. Теңіз астында да жұмақ бар деп, мынандай судың астында мөлдір көк жасыл болып тұрды. Әр жағынан неше түрлі әдемі түстер, кіретін кішірек қақпа екен, оның ішіндегі су да ерекше мөлдір екен. Сол теңіздің бөлек жұмағы бар екен. Сосын осы зікірдің тербелісі оң жақ өкпе арқылы ғафыр көзге қозғау салды деген ақпарат келді. Қайырлы кеш. Көкек айында бір үлкен жиын болайын деп тұр. Көтеріліске байланысты тағы да үлкен бір өрт болады деп түсті. Алматы қаласында мына сеуіп солдаттар ма енді халыққа сондай бір адамдар көп зардар шегеді деп түсті. Аналар зарылап қалады деп түсті. 29-35 жас аралағанда ер азаматтардың ауыр халде болады. Көріпкелдердің сынағы болады деп түсті. Көп ел биліктер шетелге кету басталады деп түсті. Тас жолдарында болатын апаттардан абай болу керек. Жаңа Нұр Сұлтан қаласында бір ғимараттар құлауы деп түсті. Енді бұның бәрі айналып келгенде қазір қанша дайын үйреніп қалғанда осыны сол үкімет баса салса екен, я осы дұға көп қайтара салса екен деп, оның бәрі халықтың өз ниетіне. Халықтың өз ниетінің осында ол қиындық тоқтамайды. Әрқайсы жеке-жеке енді солай тарай береді халықтың арасына. Ол заңдылық, ал бағила. Бүгінгі зікірде дүрбелең созылады деп салды. Көп адам, көп отбасы қара жамылады деп салды. Сосын қарапайым халық қиналады. Әруақтар әзірге бақылауда тұр деп, бақылап, Алла үкімін күтуде деп салды. Сосын 6 айға дейін сынақтар, 9 айда тынышталар. Сосын тәртіп қатаңдатылады. Сосын кешегі көтерілісті бастағандар бармағын тістеп қалар деп салды. Жаңағы іштей көбінше өкінетін сияқты сондай нені айтып тұр. Сосын көріністе бір темір проволокалар бар ғой, сондайдан рөлді жасап алған, машинаның рөлін. Сондай машинаның рөлін жаңағы ойыншық аю айдап келе жатқан көрсетті да. Бұл жаңағы марионеткалар дейді ғой, адамды қалай басқарасың, адамның үстінен басқарып тұрады, солай былай жүр деген сияқты сондай мағынаны беріп тұр. Сосын 7 еркек 7 аймақта зікірді бір уақытта бірдей салатын болса, оқыса, салса хикметі Алладан деп салды. Бірақ енді оған көрінгі қазір біздің еркектердің бәрі әзіз. Оған қазір көбісі оған жеткен жоқ. Бұлай намазға ғана шапан киеді. Жалпы қазақ болып өмір сүру керек та өлі. Қазақ болып өмір сүру керек соған. Бірақ онда еркектер оған жете алмай келе жатыр. Енді ана қалкендер кәдімгі шамалып қойды, қалғандарында әлі
әлі жеткізіп ол жеке болмайды, біз жарысуымыз керек өзара. Абай атамыз бақастық дейді ғой, бақталастық емес, бақастық керек. Осындай жағдайда ғана біз еркектер сөйтіп жеті еркек шықса, әрине бұл үлкен бір хикмет болар еді. Соған жете алмай отырмыз. Сөйтіп отырып, тағы дайынға бәрі керемет, мен түзеймін дейді. Мен елші болып келдім дейді. Іспен амалмен көрсету керек. Ал Анар. Кеш жарық. Алматыдағы қозғалыстың үстінен Дина ана қарап тұрды, таяғына сүйеніп. Дина ананың кимешегін екі шетіп көрсетті. Біресе кимешегі көтерілді, қайттан сол орнына басына түсті. Сондай бір көрініс болды. Сосын көп қабатты үйлер көрінді, олар батыр қалпында, сол көп қабатты үйлер жылжып келе жатыр, батыр секілді. Барлық нәрсеге жан бітіп кеткен сияқты. Бір қарағанда көпірдің үстінде толған халық, ол біздің Астанада ереуіл болады. Ақ үй қисайып тұрғанын көрсетті. Сосын шенділердің ана Есіл өзеніне қарай жүгіріп қашып шығып, өзенге қарай түсіп құлап, солай сөйтіп атқандарын, сондай көрініс болды. Бұл енді тамыз айында ма? Тамыздың ар жағында осы хабарлар келді, жан-жақтан келді. Бірақ бұл енді таңдау қою. Осында 3 түрлі келді, елде болатын жағдай. Бірақ оған ешкім мән берген жоқ. Міне осы кезде сол елшілік сол кезден бастап заңдар түзетуге болатын еді. Сол кезден бастап ол амал қылуға болатын еді. Халыққа мүмкіндік ата дәстүр мүмкін ашу, кезінде жалықпен күресіп, кәдімгі біз сендерді рухани жаңғыртамыз деп, осының бәрі оны сұрап алған нәрсе. Ал енді Алланың үкім түспейінше, сен қазір дұғаңда ештеңеде қалмайды. Бұл Алла тағаланың мүмкіндік берілді, әруақтарға да мүмкіндік берілді, шырылдап ұрпақтан жетеледі, ұрпақтардың ешқайсысы қозғалған жоқ, бәрі тек мына біз бейнекті ауыстырамыз да керемет боламыз деп жүріп алып талтаңда маған ерсеңдер, мен сендерді қатырамын деп. Міне қазір енді соның жемісін енді көппен бірге көреміз, қиналамыз, сондықтан сабыр қылу керек. Ар жағы қалай түседі, не амал қыл дейді, оны күтеміз Алла тағаланы сұрап. Ал қабыл болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Кеш жарық 10 қаңтар Жайнағалы Астана-Бата ордасы ақшам намазынан кейін ақпарат. Әр нәрседе жасырын Құдайдың құпиясы болады. Құдайды тани білу, хикметін көру, өзіңді тани білу, жамандықтан тыйылу, тазару, Құдайдың дегенмен жүруге жету. Қазіргі кезде қиындау болып тұр. Әр адамның ниет амалына қартай. Өкін түсіп тазарыны басталды. Әруақ араласалмайтында жағдайлар болады. Бізге тек қана тек деп отыру қалды. Көрер көз, естері құлақ болса, бәрі ескертілген. Қалай болады бір Құдайға мәлім. Ақырын қайырымын берсін деп тілеу. Ескертілді, айтылды. Әр пенде өз ниет амалынан. Жазалайтында, жарылқайтында бір Алла деп ақпарат келді. Ассалаумағалейкум, әлеуметтік қауым, қазақ елі, амансыздар. Бүгін ақшам зікірі, Бата ордасы, ал Талғат бауырым өзінен бастайық. Ассалаумағалейкум. Бүгін енді кішігірім көрген зікірімді ақпаратын бөлісіп өтейін. Бірінші көргенім, көзім жұмып отырғанымда бірінші зікірді басталып, екі рет оқылған уақытында мынандай бір жарықтау бірдеңе пайда болды. Сосын ол не жарық екен деп қарап отырмын, сөйтсем мынандай қоңыр Құран пайда болды. Енді арабша жазылған екен, бірақ оны мен түсінбедім. Бірақ енді жақсы күшті Құран екенін түсіндім. Құран енді жақсы ғой. Сөйтіп жаңағы бір кезде бір қарасам, кедір-кедір жерлерде машинамен келатырмын деп ойлап қойдым. Сөйтсем машина емес, бір ат арбамен бірдеңемен келатыр екенмін. Сөйтіп басып келе жатқанмын жаңа. Сөйтсем оң жақ қапталдан бір кезде бір ат арба шығып қалды, бәрі шу ете қалды. Сөйтсем ана ат арбада да адамдар бар екен, менде де адамдар бар екен қасымда. Соны ана ат арба келіп соғысып қала жаздады да, қирап қала жаздады. Сонымен дау деп шайқай шу жатқан кезде зікірдің аяқталып жатқанын сездім. Сосын тоқтаттым. Қабыл болсын. Енді ат арба болып енді ол келе жатқан жолаушы ғой, ат арба. Біз де жолаушымыз ғой бәріміз де. Құдай қаласа тағы да бір көш қосылатын шығар бізге. Әмин. Қабыл болсын. Иә, ал. Асылбек. Ассалаумағалейкум, әлеуметтік елдегі жамағат. Зікірден көрген көрінісім менде мынандай кезінде мынау енді мультфильмдерде андай ма сондай болып көрінді маған. Куколин театры шақтан. Иә, Қуыршақ театры.
ана кішкентай не соны бір қолмен былай ойнатып тұр. Сол үш қуыршақтың үш қуыршақ, сол үш қуыршақта біреуі жаңағы Белорусияның президенті Лукашенко, екеуі жаңағы біздің президенттер Тоқаев пен жаңағы Назарбаев, бұрынғы президентіміз. Сол үшеуін көрсетіп тұр. Сосын кімдерге енді былай сахнадан былай қарай көрсетті, көріп отқан адамдардың жаңағы ол да бір мультфильмдағы бұрын орыстардың царьлары бар ғой, соны қылдырып көрсетті. Жаңағы қызықтап көріп отыр, жаңағы қуыршақтарын жасап нетіп отқан, ойнатып отқан соны. Сосын қасында жаңағы цардың қасында бір адам отырды. Енді орыстардың бұрынғы салт киімі дедім, бірақ беті көрінбейді, қара болып тұрды, беті жоқ жаңағыдай. Сондай бір нені көріністі көрдім. Сонда бұл жерде енді ары қарайта ұзағынан көре алмадым, өйткені тамағым жыбырлап жаңағы жөтеліп өзін ары қарайта көрсетпей қойды. Енді бұл жерде дұрыс. Қаңтардың 7 күнгі кешкі ақшам зікірінен кейін хабарды жырлаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Сарғыш қоңыр түсті сиыр көрсетті. Соның алдыңғы аяғының ортасына қара дақ секілді бір нәрсе көрінді аяғының тұсында. Сосын оның мынандай датчик секілді құрылғы екенін түсіндім. Болашақта солай малды таңбалап жүрген жерін бақылайтын болады екен. Әркім өзін ұстап жүрген мал үйдегі қорада. Сосын Абай атадан үн келді. Мал мен қатын қараусыз қалса арам өледі деген. Осындай ақпарат. Ол енді ол арам өледі деген астарлы сөз ғой. Қазір енді сонымен шында әйелдердің қараусыз кетті. Сонымен қазір шынымен қырылып жатыр ғой, халық сағым келді. Қазір осы бүкіл көтеріліс болып жатқан, озбырлық болып жатқан, кедейліктің бәрі айналып келген кезде қатындардың қараусыз қалғанына бүкіл әлемде болып жатқан жағдай санатымен. Бір әйел болса ел бұзылады деген қазақтың даналығы осы келіп тұр қазір. Ал, қане бар. Өте тездікпен келе жатыр екен, сонда бір жіптен ұстап аппын, сөйсем ол бір ана бір жирен жылқы екен, соның ана мойындағы жырық үзеңгісінен ұстап алған ба, сондай сөйтіппін. Одан кейін бір жолды көрсетті, осындай айырық жол екен, осындай. Сосын екі жақтағы екі жолды бүйтіп біріктірген кезде ортасында керек өзі пайда болады екен. Осындай көрініс болды. Жақсы. Кеш жарық Айшаны қатты белгі беріп, әйел заттары ойлана бастайды осы көтерілістен кейін, әруақтар қыспақ қалады деп салып кетті. Сосын бастың кәдімгі қаңқасы, бастың қаңқасын көрсетті де, осы мойыннан бастап жоғары қарай көтеріліп, төбе жақта әртүрлі нұрлар болады ғой, сары, көк, жасыл сондай секілді қабат төбе жағындағы, сосын мидың төбедегі тесігі сондай көрінді біртүрлі солай. Сосын жоғарыда жүрекем деймін, ғарыш кемесі келе жатыр, маңдайы жарық болып қараңғылықтан шығып келе жатыр, бірақ сол жерде бір төмен қарай құлайтындай қауіп тұрды. Сонда ол сол жерде бір әруақта сол жерде оларды сол қауіптен алып қалған секілді, сонда бір хикметке жолығып кетті де, олар тылсымнан сондай әруақтың бар екенін сезді. Кәдімгідей қазір ауада сол неде жүрген, ғарышта жүрген кемеде сондай бір жағдай болады. Сосын ол ғарыш кемесіне таңба салып жібереді әруақтар. Сондай нәрсені көрсетті. Бүгін қаңтардың 4-і таңғы зікір. Ордаға Қойлыбай бақсата келді, қобызымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Мәзіғаптықтар шайтанның амалы деп қобызбен домбырадан халықты бездірді. Шындығында солы білістің өзі қожа молдаларды қулығымен торына оңдырмай түсірді. Әр нәрсенің екі жағы бар. Қобызбен домбыра арнайы Алланың берген арқалы адамына кездессе, қаншама тағдырға араша түсер еді, қаншама жынды жазылар еді, қаншама ауру аяққа тұрар еді. Кеңес үкіметі бастап, мешіттер қостап, халықты үлкен бір байлығынан айырды. Ел арасында бірен саранған адамдар әлі де осы қасиетке ие.
Zaman өзгөрүп жатыр. Койлубайлар ел арасынан чыгып дайындык жасап жатыр. Аруактар өздері дайындайды. Касиет ашылады. Медицина жаза алмаган жындылар сапсау болуп катарга касиетимен косулады. Жындылар бурунгудай жындыханада өмүр бакый жатпайды. Болачакта жындыханалар жабылады. Дарыгерлер бос калады. Улан кайыр кең далада атаң казак өз жындысын өздерим деп алган деп кетти Койлубай Баксы ата. Minha não vai dar.